Арадан және бір күн өтіп сіз бенен біз дидарласып отырмыз. Қызым, бүгінгі санымызда қандай уақияны ұсынамыз? Бүгін біз құмарға берілген жігіт туралы сөз етеміз. Болыспай һәм Орынгүл жас шаңарақ болуына қарамастан жүдә үлгілі, көпшілік хәуес ететіндей шаңарақ еді. Күнлердің бір күнінде бұл шаңараққа көз тиді ме, я сөз тиді ме, Болыспай қатты өзгеріп жүрді. Болыспай, менің пластигімдегі пұлды алмадың ба? Айлығым кеше түспеді, бүгін бір тиын да қалмаған. Яқ, менің хабарым жоқ. Ешкімге кепіл болмасам, қалай ақша жоқ болып кетеді? Пластигіңнен хакерлер тартып алмады ма? Мен өзім программист, компьютершік болсам, меннен қалай ұрлайды? Пластик картамдағы барлық қауіпсіздік параметрлерін ретлеп қойыппан. Ол жағынан ғам жеме. Орынгүл компьютердің тілін жақсы меңгерген. Жұмысы да байланыс тарауында еді. Бұл шаңарақта жиі ақша жойтыла берді. Ал Болыспай айлығын хәтте бермей тұғын дәрежеге жетті. Орынгүл күйеуінен қатты гуманлана баслады. Себебі Болыспайдың мінезі бұрынғыдай емес. Өтірікті көп сөйлейтұғын болды. Үйдегі мәселелерге де немқұрайлықпенен қарап, барлық машқалаға тек Орынгүл араласты. Балалардың таярлығы, оқуға баруы дегендей, әммесіне Орынгүл жуырды. Ал Болыспай болса, тек телефон шұқылап жататұғын еді. Бір күні Болыспай жоқ уақытта күйеуінің телефонын тексерді. Телефондағыларды көріп, түрі бұзылып кетті. Енді білдім бұған не болғанын. Телефонның іші құмар ойынларына толып кеткен екен ғо. Мені алдап жүр екен, пластигінен ақша тартып кеткен деп. Ақшаны тартып жүрген өзі екен. Болыспай жұмыстан үйге келгенде, үйде үлкен ұрыс жәнжел басланды. Орынгүл қатты ашуланды. Мен бишара айлық түсуден банкоматқа жуыраман, ақшамды тартып кетер деп. Ақшаны өз шаңарағынан өзің ұрлап жүрген сен екен ғой, Болыспай. Болыспай жұмған аузын ашпады. Хаялы не айтса да үндемей естіп тұра берді. Ал хаялы бұндайды күтпеді. Бұрынғы еті тірі, ер мінез Болыспай енді жоқ еді. Тек көз алдында хәлсіз адам сүлдерін көргендей болды. Құмар ойынға берілген Болыспай телефон арқылы ірі көлемде кредит алмақшы болды. Өйіппей маңлайым. Мұнаған не болған? Кредит алынбай атыр, SMS-те келмей атыр. Не болған түсінбедім. Не болғанын мен білемен. Сенің телефоныңа SMS келмейді. Ал пластигіне кредит алуға блок орнаттым. Мені кешір, Орынгүл, сәл болмағанда. Мен жайды кіреуге қойып, кредит алып ойынға тікпекші болдым. Мойынға алғанда мәртлік. Бірақ сенде құмарға бейімлік кеселігі бар. Оны тоқтату маңсат емес. Бұл ауруды қалай жеңсем болады? Маған кеңес бер. Бұндай онлайн құмар ойынлары арнаулы алгоритм менен жұмыс істейді. Бұндай ойынлар ешқашан ұтылмайды, тек сені ұтады. Ол арнаулы программа. Оны жеңу мүмкін емес, сол үшін қаншелі ойнасаң да, соншелі ұтыла бересің. Рахмет саған, Орынгүл, ертерек көзімді аштың. Енді бұл ойынға жоламайман. Солай етіп хаялының даналығының арқасында бұл шаңарақ сақланып қалды. Сол үшін құмар ойынларын ойнамаң, кері жағдайда адам өмірін құртады. Шаңарақты бұзады, екі ортада балалардың көз жасына себепші боласыз.